Қайырлы күн достар, сіздермен Pixoft және мен Дәулет. Бүгін біз LaborTech компаниясына арналған корпоративті сайттың құрылымы жайлы сөйлесетін боламыз. Корпоративті сайт деген өздеріңіз білесіздер, яғни белгілі бір корпоративтің ақпараттарын салуға арналған сайттың түрі. Жалпы бұл компания түрлі білім беру құрылымдарын, құралдарын сатумен айналысады. Біздің қазір көріп тұрғанымыз мысалы мынау микроскоп, бұл мысалы біздің химия сабақтарында сіздер білулеріңіз керек, яғни мысалы мектепте немесе колледжде, мысалы универлерде осындай құрылғылар керек болса, осы компания жеткізіп берумен, яғни сатумен айналысады сондай ұйымдарға. Жалпы тек қана бұндай ғана заттар емес, көптеген заттар сатуға болады, то есть сатады бұл компания. Бұл корпоративті сайттың қазір біз басты бетіндеміз. Шапка жағын көріп тұрсыздар, логотипі бар, телефон номері, компанияның почтасы және кері байланыс алуға арналған осындай форма арнайы. Жоғары жағында меню бар, главное, преимущества, товары, достижения, отзывы, связаться с нами. Мына жерде товары да биология, физика, работа техника және басқа да мебель для учебных заведений деген сияқты разделдерге бөлген. Бұл компания 15 жыл бойы жұмыс жасайды, 5300 кабинетті жабдықтаған. Бұл жақсы деген сөз, яғни өте тәжірибесі мол компания екені көрініп тұр. Және басты бетінде осындай преимуществолар жазылған компанияның қандай преимуществосы бар екенін. Және футер, яғни тағы да телефон номер, яғни футер деген ол сайттың аяқ жағы. Яғни главные товары, прайс лист деген сілтемелері сайттың және әлеуметтік желілері қойылған. Басты бетіне қайта келіп, мысалы преимущество бетіне келсек, бұл жерде біз басты бетіндегі осы блокқа лақтырады. Келесі товары блогында бұл жерде уже товарларды көре аламыз. Мысалы биология тыңдасақ, биология қажетті наборлар, ішкі құрылыстары, бір жануарлардың соның бәрін сатады. Және бұл жерде қарайтын болсақ, интернет дүкендер сияқты жасалған, бірақ бұл ондай емес. Заявка на расчет деген басқан кезде бұл сайт WhatsApp-қа жібереді, яғни бұл ешқандай корзинасы бар интернет дүкен емес. Перезвоните мне басқан кезде номер қалдыруға ұсыныс жасайды, яғни осы товарға номер қалдырды деп өтініш түседі телеграмға. Почтаға да түсіруге болады. Жалпы бұл жерде айтайын дегеніміз, яғни товарларға жеке-жеке өтініш қалдыруға мүмкіндік бердік. Міне биология пәніне байланысты керек құрал жабдықтарды осылай рекламировать еткен. Физика бойынша тағы да бар, физика қандай құралдар керек, және басқа да химия бойынша және мебельдер, білім алуға арналған мебельдер, яғни класстарға, сыныптарға арналған мебельдерді осылай жарнамалағанбыз. Достижение, отзывы деген басқан кезде бұл жерде біздің сертификаттарымыз, компанияның сертификаттары, олардың берген отзывтарын осылай салғанбыз. Связаться с нами бұл жерде байланыс, яғни контакты деген страница, бұл жерде адресі, қандай график работы, почта, телефон бәрі көрсетілген. Жалпы осындай сізге де компанияңызда корпоративті сайт қажет болса, біздің осы видеоның астындағы сілтемеге кіріңіздер. Instagram сілтемемізге кіріп дайректке жазсаңыздар болады. Instagram парақшамызға тіркеліп қойсаңыздар болады. Және сайтымыз бар, сайтымызға кірсеңіздер, біз жайлы толық ақпарат аласыздар. Мысалы біздің сайтымыз, біздің командамыз жайлы, қандай жұмыстармен айналысқандығымыз жайлы көре аласыздар. Және осы сайтта өтініш қалдырсаңыздар, болмаса жоғары жақта телефон номеріміз бар, соған хабарлассаңыздар әбден болады. Біз сіздерге әрдайым жауап беруге дайынбыз. Сіздермен Pixoft және мен Дәулет, сау саламатта болыңыздар.